Армысыздар достар, сіздермен Нұржан бауырларыңыз. Міне қасымда отырған біздің Криптон компаниясының трейдерларының бас трейдері деп айтуға болады. Жасұлан мырза, қазір өзі Астанада, Нұрсұлтан деп айтқалы жатырмын. Бүгін біз өзіміздің ойымызбен осы жалпы крипто нарықта әлемде не болып жатыр, сол событиялардың бәрін технический анализ арқылы графикта қандай көзқарасымыз бар, қандай ойымыз бар, сол ойымызбен сіздермен бөліскіміз келіп отыр. Сондықтан ақырындап графикқа кірсек, Жасұлан мырза, өзіңіз туралы біраз ақпарат айтып кетсеңіз, таныстырып өзіңізді. Ассалаумағалейкум, құрметті. Енді осы Binance пен криптовалютамен айналысып жүргеніме 2 жылдай болады. 2 жыл болып қалды уже. Именно трейдингпен, фьючерсіне, ал негізі изучать етіп, оның алдында бастағанбыз, осы Нұржан мырзамен бірге көп уақыт өткізгенбіз осы графиктің алдында отырып. Сол енді қазір бір графикпен әрі қарай таймфреймде ойлар болып тұр. Сол Нұржан мырза екеуміз таныстырып, сол ойлармен біліп жүрсін дегендей бір оймен. Жалпы достар, біздің өзіміздің бұл жерде көзқарасымызбен сіздермен, тәжірибемізбен сіздермен бөліскіміз келіп отыр да. Графикта не көріп отырмыз, қандай мүмкіндіктер бар, бағаның қай жаққа баратынын, неге бұлай қылады, неге өсті деген сияқты, соны қандай рисктер бар. Риск менеджментпен, жалпы нарықта не болып жатқанын, қандай событиялар, қандай осы әлемде болып жатқан жағдайлар нарықта қалай әсер етіп жатқанын сіздерге көрсетіп отырғымыз келіп отыр. Енді ақырындап мына жерден және де теханализ өзін көрсетіп қазір. Так, қазір мына жерде Жасұлан мырза демонстрация экранын көрсетіп. Қалай шықты ма? Иә, көрініп тұр. Осы биткоиннан ақырындап бастай береміз. Так, мынау бізде биткоин 1 сағаттық таймфрейм. Часовик. Мына жерде көріп отырсаңыздар, 13 сентябрьда және 9 сентябрьда бізде мына ФРС-қа байланысты ақпараттар болды. Міне 13 сентябрьда резкий движение астыға кетті. Ол бізде мына ФРС-тің ақш-тағы заседанияның нәтижесі деп айтуға болады. 9 сентябрьда бізде не болып еді? MicroStrategy-дің ақпарат шығып еді ғой, MicroStrategy бойынша. Сол ақпараттың өсімі. Мына екінші, міне қазір жасан көрсетіп жатқан точка, ол ФРС-тің екінші заседаниясы, тоже міне баға осы жерлерден астыға кеткен. Қазір графикті сызып көрсетеді Жасұлан мырза. Мына жерде теханализ бойынша, мына жерде бір өзімізде жақсы бір треугольник көріп тұрмын. Міне. Бұрыштан емес, бұрыштан алған. Я равнобедренный треугольник келеді сияқты. Сөз осы треугольниктің ішінде, былай көрсетейік. Торговлямыздың кішкентай таймфреймда, енді 1 сағаттық осындай треугольниктарды кездестіруге болады. Осындай треугольниктармен мен өзім лично көп торговать ететін. Мына жерде көріп тұрғанымыз бойынша бізде 3 касание бар, почти мына жерде уже тиіп, поддержка уровені қайтып кетіп отыр да, көрдіңіз бе? Поддержка уровені соғылады да, үстіге қарай секіріп кетіп отыр. Соны касание деп айтады. Касание, я. И мынау уровень сопротивления. Касанияларды былай бір басқа түспен бір белгілеп көрсетсең, жаңадан кірген адамдарға. На касанияларды ма? Иә. Міне осы жерлерді касание деп айтуға болады. Так, давай сопротивление болсын. Міне мына осы жер. Мына жерде почти касание болған.
Поддержка мынау осы уровня. жерден поддержканың уровені осы трендовый линия деп айтылады. Трендовый линия уровня поддержки. Осы жерден қайта баға кетіп отырған. Енді үстінен қарағанда мына жақта Сопротивление уровня. сопротивление. Осы жақтан келіп уже сатылған баға. Сол кезде получается бізде осылай ақырындап бұл как мен өзім айтатын пружина сияқты жиналып келе жатыр. Міне осы жерде уже адамдар Движение болады иә. осындай пробойдан. Енді осы жерден пробой күтеміз біз. Мгм. Мысалға қазір баға уже мені фигура уже почти бітті. Міне мына жерде бір там 5-6 сағат па екен, 7-8 сағаттың ішінде уже пробой болады. Мгм. Может даже 1-2 сағаттың ішінде де болуы мүмкін. Пробой болған, пробой деген ол осы линиядан түсіп Шығып кету ғой, астыға немесе үстіге шығып кетуді са- жерден пробой деп айтуға болады. шығып кеткен емес, ана пробил это когда шығып закрепился. То есть сағат шығып, мынау, например, мына жерде пробойлар болды, мына пробойлар, мынау олар шығып қайтадан кіріп кеткен 1 сағаттың ішінде. Иә, Вот когда уже пробьет и закреп, то уже еще ретест деген нәрсе бар, когда ол шығып бағаны кіріп қайтып қайтадан деп баға айтуға болады. қайтып келеді. То есть мына линия, поддержка болған линия өтіп кеткеннен кейін как сопротивление болып кетеді. Осыған қайтып, мысалға қазір мынандай бір үсіп кетіп, соғылып, қайтадан астыға кетуі мүмкін. Либо, если үстіге соқса, міне осылай, міне осындай екі вариант болып тұр. Так как равнобедренный треугольник болғаннан, екі осындай событие. Примерно бұл осы треугольнигіміздің так. Так, бұл бізде биткоин 1 сағаттық таймфреймда. Иә. Так. Мына линияның, то есть основание треугольника дейді, осы пробойдан ретест жасаған жерінен санаса, осы 3-тен 1 бөлігін отыгрывать етеді деген сөз. Міне, получается, Типа говоря, бір мына 30-35% алады ғой. 30% самый не ғой? Самый хороший риск менеджменттің уровень осы білдіреді. То есть мына жақта, например, егер үстіге ұрса, міне 30%-дық осы точкадан. Фигураның астыңғы зона поддержкасы мен сопротивленияның енін алған кезде содан бір 30%-на движение жасайды ғой соны. Осының основаниясынан 30%-ық движениясына барады деген, вообще теханализ бойынша, теханализдің правиласы бойынша солай. Бірақ бір жағынан мысалға мынандай жаңағы мықты бір фундаментта новость болып жатса, жақсы болсын, жаман болсын, теханализ уступает фундаментальный новостьтарға. Егер мына жерде мысалға пробивать етіп үстіге келе жатып, мына жерде бір жаман бір новость шықса, любой, который экономический болсын, қазіргі жағдайда неше жаман новостьтер болуы мүмкін, ол сразу астыға кетіп қалуы мүмкін. Поэтому бұл даже осындай жақсы треугольниктарды алған кезде бұл как стоп линиясын дұрыстап қою керек қой. Осы жерде как уже риск менеджмент бойынша. Стоп линия болған кезде стоп лосс пен тейк профиттарды айтып отыр ғой. Енді бұл ближайший, который енді кішкентай таймфреймдер, мынау деген 18,5 мен 19,5 арасындағы движение ғой. По сути, осы жерде тұрғанымызға уже қанша Уақыт болды дейсің ғой. Иә, қанша уақыт болды уже. Енді мыналарда үлкенірек таймфреймға көшкен кезде 1-2 апта болып қалды ғой осы уровеньда тұрғанымызда. Иә, міне мына уровень бізде так 18 где-то даже август, июльда да болған ғой. Міне мынау бірінші рет июньнің ортасында қиған өткен мына новостьтан. Одан кейін мына жерде откуп жасап өткен, тағы келді, мына жерге тағы келді. Бір өсейін деп ответ, мына жақта новостьтармен осылай түсіп, міне. То есть осы уровень қазір прямой трендовый поддержка болып тұр.
Өте мықты уровень болып тұр ғой поддержка осы Именно жерде. осы 18-де 800 примерно жақсы поддержка болып тұр ғой. Осы жерде көп адамдарға выгодный, жақсы цена деп баға деп айтуға болады. Енді мына 4-часовой мен осы как нижний уровень деп алса, бізде тағы бір треугольник шығады. Бұл жерде енді явный треугольник бар, иә. Иә. Полы, то есть не полы, мынандай бос треугольник деп айтуға болады. Бос треугольниктардан бір жаманы жаңағы 30% деп уже алуға келмейді. Мына енінен. Потому что это рисковый. Если бұл былай келіп, былай ұрып, тағы былай осылай жиналған болса, то ол жақсы треугольник болып саналады. 30-35%-ның енінен алуға болады. Денесі бос болып тұрғаннан кейін. Иә, бірақ бұл треугольниктің көрсеткіміз келгені, мына жерде уже 1, 2, мысалы, 1, 2, 3, 4, 5 касание уже үлкен болып тұр. Мына жерде жақсы проторговкалар болып отыр. То есть алып сатып, мына жерде уже объемда көбейеді. Объемды қалай көрсетсек болады. Мына жақта объем келіп, мына жақта объем жақсы көтерілген кезде. Мына жерде общий объем на проторговка. Мына жақта жақсы объемдар болып отыр. Осы ақырғы уақыттың. Потому что осы линияның қалай психология бойынша кісілер міне дайын тұрды, баға түсіп жатыр, біз қазір 20-ға келсе сатып аламыз деді. Мысалға, өшірден алып сатып алды. Біреулер сатып алды, тағы түсті, екіншілер сатып алды, мынау кетіп бара жатып еді. Қазір түссе тағы аламыз деп, тағы сатып алды. То есть сатып алған сайын уже как продавецтардың күші бітіп жатыр. Как это правильно объяснить? Продавецтардың жалпы мына быктардың да медведьтердің өзінің күштері болады ғой. Сатушылар көп болса, баға астыға кетеді. Сатып алушылар көп болса, баға үстіге кетеді. Жалпы бұл Карл Маркс атамыз айтқандай спрос пен предложенияның заңдылығы да. Мына астыңғы уровеньдарда бізде спростың көп болып тұрғанын көрсетіп отыр. Осы уровеньда спрос өте үлкен. Сұраныс өте үлкен болып тұр. Үстіңгі зоналарда бізде спрос азайып, наоборот, предложение көп болғандықтан баға осы астыға құлап келе жатыр. Поэтому бұл жерде енді спрос пен предложенияның осы бұқалар мен аюлардың соғысы деп айтуға болады. Иә, соғысы деп. Енді мына жердегі соғысымен, мына жерде сол күші бітеді деген сөз, 1 отбили, 2 отбили. И сонымен соғысы бітіп, уже күші біткеннен уже покупательдер бітеді осы жерде. И бұл мына треугольниктің бізге айтатыны, мына жерде риск того, что түсіп, баға астыға түсіп кететіні көп. Потому что уже күші жетпей жатыр да, сатып алушылардың күші азайып жатыр бұл жерде. И по теханализдің правила бойынша, мына жерде мынау бағанағы треугольник мысалға, мына кішкентай жерде қалып қалды ол бізде. Мынандай равнобедренный болса, мына треугольник нисходящий треугольник деп айтылады. Равнобедренный треугольник ол 50/50. То есть либо астыға кетіп ұрып закреп жасайды, либо үстіге 50/50. А мындай треугольникта 30/70. То есть шанс көбірек болып тұр бұл жерде. Мысалға, если мынандай треугольниктер болуы мүмкін, осылай. Мынандай треугольник болса, бұл шансы үстіге ұратын 70% болушы еді. Осылай үстіге кетіп, мына жер. Асты бос жақ, астыңғы жағы бос болып тұр. Енді мына жерде уже скорее всего астыға кетеді деген сөз ғой. Осымен, осы треугольникпен келтірген кезде. Бұл енді 4 сағаттық таймфреймда болып тұр. 4 сағаттық таймфрейм. Каждый свеча бізде 4 сағат болып есептеліп тұр. Мына жерде каждый сызықша 4 сағат. Каждый бір сызықша. Получается, мына жерден бұл әлі үстіге кетіп, тағы астыға кетіп, өйстіп әлі тұрам десе, бұл тұра береді. Бұл дәл қазір болып кететін жағдай емес, сондықтан бұл же средний таймфрейм дейді, ол 1 айдың ішінде, 2 айдың ішінде, осылай, мен, например, мына жерде октябрьдің 17-сіне дейін почти аяқ жағы сондай, мен
примерно 17-16 октябрьларга таман может и астыга уруп түсүрүүгө болот осы баганы, может быть. И то ол мындай 100% нерсе эмес. Скорее всего деген сыяктуу оюмуз бар, бирок жакшы бир новосттар болсо, бул да үстүгө согуп, туура баганагы биз көрсөткөндөй былай үстү кетүү мүмкүн. Бул бага где-то 20-дан асуу керек го. Жерде казыр көрөйүк. Мен примерно осын көзге примерно казыр ала салайык, былай алпыс, былай примерно 25-24-8 деп алууга болот. Эгер үстүгө карай, допустим, take profit койсам депсиң го, примерно мен если осындай движение көрсем, пробитие үстүгө ретесттан осылай санаган кезде, мен примерно ошол жерден 24-ке коюш едим. 24-ке take profit коюш едим. Чтобы андай рискованно, кичкене несин рискин азайтып, потому что казыркы мына бизде рынокто болуп жаткан өзү жагдай негизи нашарлоо, былай өңкей астыга келип жатыр. Акыркы уже канча, почти 1 жыл болду. Жалпы нарыкка не эмес, мына политикада көршү элдеримизде болуп жаткан жагдайлардын баары әсер этип жатыр. Баары әсер берет. Каждый новость, каждый аңгименин баары, короче, осылай адамдардын енді покупатель мен сатып алушылар мен сатушылардын психологиясына әсер берет го. Енді бул мисалга средний таймфрейм деп айтылат. Енді бізде мына жерде недельный, дневнойду караган кезде тоже дневноймен сол не көрүнөт, жана биз айткан. Сол 1 апталыкты койсоч, 1 апталыкпен эң басындагы мына биткоиндин эң үлкөн суммаларында көрүнөдү го, ошол жерлерден баштап көрсөтөйүк. Азыр мен енді асыкпай келе жатырмын, соған көрсөтүп кетейин. Енді мына жерде кээ бир трейдерлар аралашып жүрген мына жерде не көрүптүр, гип деген нерсени көрүптүр. Гип көрүнүп тур негизи. Гип деген фигура тоже осылай өзүнүн зона поддержки болот. Бир бас, бир плечо. Голова и плечи сыяктуу го. Голова и плечи го, гип. И гип то же самое. Ол бирок мынанын эң басынын эң бийик жеринен на сопротивлениянын son 50% ойнойт. Правила боюнча. Где-то 17-16га дейин. 17-н өтөйдү го, 17,5 примерно солай болуп тур, астыга уратын болсо. Бирок мага енді бул жакшы гип болуп көрүнбөйт. Так и как баганагы треугольник сыяктуу, потому что мына жерде уже касаниялар бар. Кичкене кыйсыктау, гип деген кичкене более неден. Бирок енді трейдерлар, эгер трейдерлар көрсө и сенсе, бул психология боюнча жакшы тоже может отыграть. Дейсиң го, Мисалы, көп адам калай үйрөндү, мына оң кол оң жагында, сол кол сол жагында деген сыяктуу адамдарды калай үйрөтүп коет, олар да солой торговля жасайды го. Көп адам сондай нерсени көрсө, олар соган чейинип, осы жерден сата баштаса баары, онда бага по-любому астыга барат. Енді мына жерден недельныйды койсак, недельныйда флаг деген фигурамыз бар. Міне мына жерден былай кеткен. И флагтын тельце дейт. Недельныйда флаг көрүнүп тур. Аны алдында да бир аз айтып эдик шакирттерге. Міне. Казыр бизге трейдерлар эң коркунучта сүрөт фигура осы болуп тур деп айтса да болот. Өйткөнү флаг эң бир мыкты фигуралардын бири.
бұл осы линияның ножка деп айтылады, сол ножканың жартысын ойнайды деп келтіреді. адамдар. Енді сол теханализдің правилалары бойынша. И жартысы мне примерно Біраз болыптыр, 46 мыңнан 18 мыңға дейін ножкасы кәне болыпты. 47 мыңнан 19 мыңға дейін. Міне мына жаңағы біздің ретест деген нәрсе, то есть мне уже он пробил мына жерде, уже шығып кетті. Егер мына жерден үстіге шығып кетсе, былай ары қарай былай кетіп қалса, флаг болып саналмаушы еді. Бірақ мына жерден шығып, міне ретест жасады кішкене. Міне осы ретесттің мойнынан алсақ, біздің бағаға осындай масқара болады. Осындай масқара болады. 8 мың деген. Енді примерно былай санап тұрмыз. 8 мың, 9 мың, 10 мың деген өзі қазір миға сыймайтын нәрсе сияқты. Бірақ енді мына жақта да айтары кетті, осы былтыр жазда бастап салынған фигура міне тоже ойнап шықты ғой, иә. Мына жерде голова и плечи деген болған, осы жерден Нұржан мырза екеуміз торговать етіп, осы фигураны көрсетіп, мен жоқ, бұндай болуы мүмкін емес, шындыма, қайда кетеді бұл бағасы? Мен сол кезде салып нетіп едік, біз 30 мың деген бағаны салдық қой осы жерден. Мынаның жартысы, міне осы жерден санасақ, примерно 30 мың болады деп. Сол кезде сенбей, жоқ, ондай мүмкін емес. Қой деп, сөйтіп сенбеп едік кезінде, бірақ енді уақыт өте, міне мынау если былай мына жерде пробитие болды, мынау былай ретест болды десек, міне мынау вот это вот ойнағаны осы фигураның арты ғой. Бірақ енді көрдіңіздер ме, бұл недельный график. Егер біз 4 сағаттық графикті біз 2 ай ойнайды деп өтсек, недельный график дегеніміз мынау былай апталап 4-5 айдың ішінде. Бір күнге түсе салатын нәрсе емес, бұл бір-екі айдың әңгімесі негізі. Бұл негізі даже андай қалай айтуға болады, жаңағы айтқан бойынша басында айтып кеттім ғой, фундаментальная новость қатты влиять етуі мүмкін. Поэтому мынандай үлкен таймфреймдарда фигураға обычно кірмейді. Бірақ не үшін біз қараймыз? Просто чтобы общий картинаны көруге, движение рынка қай жаққа қарай кетіп бара жатыр деген ойы бар, қандай бір бізге бір целін көрсетіп тұр деген сияқты сондай нәрселерге қарап отырмыз да. Енді бір жағынан өзіміз көріп отырғанымызбен, екінші жағынан Нұржан қорыққанымен, мына жақта уже бір рет бір болғанымен, мына жақтан қорыққанымен сіздерге соны көрсетейік деген ойымыз. Сіздерде біліп жүріңіздер. Бұл болады деген ой емес 100%, бірақ ондай один из вариантов событий. Мен жалпы неге ол болмауы мүмкін дегенде тағы бір вариант бар бұл жерде. Қазір көрсетеміз, ол бычий клин бар да бұл жерде. Егер тағы да кішкене кеңірек алатын болсақ осы ситуацияны, бұл жерден бычий клин. Казмаларды алып тұрсаң, клин деген фигура бар. Ең басынан алсаң жоғары. Вот, кішкене былай алатын болсақ. Міне, примерно былай алған кезде бұл фигурамыз бычий клин фигурасы болып отыр. Точкадан алайық. Мына жермен келтірсек. Мынандай үлкен таймфреймдарда алған кезде графикті примерно көлеңкесінен, денесінен де ала беруге болады негізі. Кішкентай таймфреймдарда желательно денесінен алу. Үлкен таймфреймдарда біз нелерден ала береміз, потому что біз позицияға кіргелі жатқан жоқпыз да, бізге просто картину увидеть. А кішкентай таймфреймдарда чтобы риск менеджменттен алу үшін, азайту үшін осындайдан чисто телодан ғана аламыз. Енді мына жерде бізде осындай, бұл даже қызыл цвет емес, бұл жасыл цвет болу керек, потому что бұл бычий клин деп айтылады. Клин фигурасы. Так,
Бұл фигура Негізі сирек кездесетін фигура, бірақ енді флагпен салыстыратын болсақ, флагтан мықтырақ деп айта алмаймын. Бірақ флаг. сирек кездесетін фигура, өте сирек кездесетін. Бұл фигура флагтан слабый болады. Көп трейдерлер бұл фигураны ұнатпайды, потому что, например, осы жерден цель қойса, до конца ойнамай қалады, или қайтып кетеді, или былай кішкене шығып, қайтадан астыға кетіп қалуы мүмкін. Фигура слабый негізі. Бірақ өзінің риск менеджменттің правилалары бар. Солармен торговать етсе, то шығаруға болады тоже. Жақсы бір. Мына жерде линейканың несі бар, Жаслан, сол жағында, смайликтің астында тұр ғой, сол жерде алуға болады. Соны немен санады? Қайсын санады? Ең үстінен алып, мынау ең түсірсең, иә. Міне, өй. 72%. 72%. Почти 50 мың разница баға 69 мың 19-ға дейін. И 322 күн өтті, почти 1 жыл. Жаңа айтып отырған, но медвежий рынок. Глобальный фигура ғой, үлкен фигура, иә. Үлкен фигура, и осы жерден біз мысалға клин қалай жұмыс істейді негізі. Егер астыға осылай, бұл как треугольник сияқты да, жаңа мысалға мынандай бір несі болса, дүзу. Бұл нисходящий треугольник болушы еді. Бірақ егер мына арт жағы уже көтеріле бастаған кезде, бұл уже клин болып кетеді. Сол клиннің фигурасы бұлай тоже пробитие болса, бұл соғылып, ары қарай үстіге кету керек. И то же самое мына жақтан үлкен жерінен алып, бұл, по-моему, тоже үшке ойнау керек қой деймін. Ну, 26 мың деген тоже жаман емес негізі. Мен алдында, енді қазір примерно санап тұрмыз, алдында точно мен санаған бойынша 28 болды. Алдында санаған бойынша 28 болды. И мен өзім кіретін мысалға ойын болса, как минимально деп. И жақсы средний вариант 32 болды. Бұл клиннің еще ұзынырағынан болғаннан, қалай фигураның, чем больше фигура сама строится, тем лучше дальше она отыгрывает деген бар. Мысалға жаңағы треугольник үлкен болса, он еннен 30% алсақ, егер ол үлкен 35% солай алуға болады. Үшінші максимально андай оптимистичный вариант 38 мыңда болды. Осындай. Так. Не. Сондай жағдай. Егер бұл жаңағы біздің так, қазір. Осы немен қойсақ, бағанағы міне 7 мыңға дейін апардық қой біз примерно. Мен осылай бұрдым, мынаған дейін барады деген оймен. Бірақ енді ол сол кездерде болды, ол дұрыс қой, 2 апта бұрын. Сентябрьдің басында санаған бойынша міне примерно үш жерге дейін баруы мүмкін деп. Ол бір самый негативный варианттың бірі. Бір жағынан мына жерде бізде 10 мыңда жақсы поддержка линия бар. Егер көрсеңіздер, мына жақта бұрынғы немен, историямен бұл ошақта как поддержка зона сопротивления болған. Мына жерден 1 кеткен, 2 кеткен, 3 кеткен, пробитие болып, ретест болған. И мынау осы мына зона
бізде не болып қалады? Поддержка уровені, сопротивление уровені. Проторговка саналады. Торговля. Иә, проторговка уровені именно осы уровень, мықты уровень деген сөз. Ол, значит, келесі рет осы уровеньге қайтып келген кезде, осы жерде борьба болуы мүмкін деген сөз. Сонымен біз, жеңіл беріле қоймайды да бұл иә, уровень. біз мына жерде тұрып қалғанда осылай тұра беруі мүмкін деген сияқты. И во-вторых, бұл омын деген психологический баға да, то есть уровень. Мысалға, бұл қазір 17-16 деп бәрі жаман новость айтып нетіп жатса, кісілер уже айтады, омынға жетсе алам деп. И омынға мысалға стакан толтырып қоюы мүмкін. Это так. Бізде еще бағанағы нені өшіп сатмын мен. 16 мың, где-то 16 500 болды где-то. Бағана 4-часовой треугольник болды мына жердегі. Иә, равнобедренный треугольник. Иә. Жоқ, равнобедренный емес. Нисходящий треугольник. Нисходящий треугольник, иә. Соның уровень осы болды. Соның уровень осы жерде. Бізде осындай ой бар, мына жерден тоже кетіп қалу мүмкін деген. Егер бірақ қалып қалатын болса, көп уақытқа, тогда міне осы 14 деген уровеньді тоже белгіледік как не сияқты. Возможный вариант болып тұр. Возможный вариантты, не. Өйткені мына жерде тоже бір келтірген кезде, мына жақта бізде былтыр тоже жазда тоже жаман бір падение болды. Мына жерде дневнойды көрсетсек. Илон Масктың жазған несі емес пе, е? Илон Масктікі мына жерде Қытайдікі сол кездерде ғой, былтыр. Не осы, мына жерде осындай уровень болады. Не психологический 30 деген. Иә, 30-ды пробивать еткеннен кейін. Иә. Мына жерде осылай 30-ды пробивать еткеннен кейін уже болды, бәрі ойлайды. Жаңағы біздің мынау 17 деген сияқты. Мына жерде 17-ні 16-ны пробивать етсе, бәрі қазір дайындалып отыр да, болды, бітті, ары қарай құлайды деп. Мына жерде осы жерде көп бәрі ешкім өсет, там бір жерге барады деген. 30-да, міне осы жердегі 30-да ешкім өсет деген адам болған жоқ. Бәрі болды, бітті, биткоин скам өлді, бұл деген өтірік пирамида, анау деп бәрі сөйтіп айтып отқан кез уақыт болған. И бұл как ложный пробитие деген нәрсе болады теханализда. Сондай ложный пробитие жасап, кішкене барды, и ары қарай міне осындай жақсы движение басталған былтыр. И мне, мына жерде, кстати, тоже жақсы бір не тұр. Көріп тұрсаңыздар. Фигура. Флаг тұр. Мынау флагтың аяғы, мынау флагтың денесі. Мынау флагтың ойнаған бағасы ғой. Мысалға жай көрсетіп кетсек. Енді мен сонымен не айтқым келгені осымен, мына жерде бізде ложный пробитие жасап, рынок осы бағаны көрсетіп, и бәрі уже шортқа кіріп, құлайды, бүйтеді, сөйтеді, сатып дайындалған кезде, көп адам мысалы нарыққа қарсы ойнайтын үлкен игроктар, киттар именно осындай ситуацияны создавать етеді адамдарға. Бүкіл адам баға құлайды деп қойған кезде соларға қарсы қойып ақшаларын ұтып алу үшін осындай нәрсе жасап кетуі мүмкін. Сол үшін осы нәрсемен сіздермен бөлісіп отырмыз бізде. Алданып қалып жүрмеңіздер. Бұндай жағдайлар әлі талайын көресіздер. Бұрында болған жағдайлар. Енді түсінікті, қазір мына политикада көрші елдерімізде неше түрлі жағдайлар болып жатқаннан кейін кім не істерін білмей, жалпы ақшаны не істерін білмей, болашағы белгісіз болып тұрғаннан кейін кішкене паника болып жатқан шығар. Бірақ нарықта бұл енді бір жағынан математика, бір жағынан геометрия деп айтуға болады, точный наукалар деп айтуға да болады. Бір болжамның бір түрі, анализдің бір түрі болғандықтан біз тек қана графикта не көріп тұрмыз, сол нәрсемен сіздермен бөліскіміз келіп отыр да бұл жерде. Тура осылай флагтың денесін, флаг жалауының өзін салып жатыр. Не осындай жағдайлар болып қалуы мүмкін.
Қазір көп адам негізі негативно настроен деп айтуға болады. Негатив болғанда паника болып тұр көп адамда, страх деп айтуға болады. Сондықтан қазір интернетқа кірсеңіздер, байқасаңыздар да каждый сайттан ойбай биткоин болды қылады, эфирум proof of stake'қа өтті, ол да қылады деп жазып жатырдар бүкіл жерден. Оның бәрі алдын ала дайындалған не деп айтуға да болады бір жағынан. Төленіп қойған ақпарат, бір әдейі андай фишинговый ақпарат деп айтуға болады. Адамдардың ойын өзгерту үшін, қорқыту үшін. И хомяктарды вроде ана брит дейді ғой, сол хомяктарды қырқып алу үшін қазір кім битокты шортқа алады падениеға, солардың бәрін қырқып алу үшін жасап жатқан әрекеттердің бірі деп ойлаймын өзім. Бірақ енді жалпы бұл нарықта болсын, крипто нарықта болсын, басқа нарықта болсын, ешқашан бүкіл сумма кірмей, бөліп риск менеджментпен дұрыстап баспен бәрін ойлап отырса, Марғұлан ағамыз айтады ғой, никогда бүкіл ақшаны қоймай, максимально нарықта ұзағырақ болсаң, сенде мүмкіндік те көбейеді. Егер сен күнде бүкіл сумманы қоя берсең, конечно, сен бір күн ұтыласың. Поэтому максимально ұзағырақ нарықта қалуға әрекет жасасаңыздар, болашақта өте көп мүмкіндіктер болады, жаңа да мүмкіндіктер болады. Сол кезде сіз уже нарықта боласыздар, нарықта болғандықтан сіз ол мүмкіндіктер жіберіп алмайсыз. Поэтому бұл нарықта қазіргі мақсаттарыңыз көп ақша табу емес, дәл қазір, ал ұзағырақ осы нарықта болу, ертең бір жақсы мүмкіндікті ұстап, сол мүмкіндікпен пайдаланып, бір үлкен нәтижеге жету болып тұр. Жалпы Жаслан, енді бір ауыз сөз айта кетсең осы жерден. Енді осы сіздерге бола осындай ойларымызды көрсетіп, бір жағынан бәрі айтып жатыр, енді қорқып деп. Нұржан түсіндіргендей, енді көп новичок бар деді. Бір жағынан, ол енді басталған кезде қазір өзімді еске алсам да, әлі есімде бар, қалай каждый нәрсені қарап нетіп қорқасың. Бір жағынан бәрі жақсы болып жатса, слишком тоже бәрін салып нетіп, эмоцияға беріліп кетесің, эмоцияға қарсы тұру білу самый мықты нәрсе шығар деп ойлаймын енді осы трейдингта. Маңыздысы сол негізі. Соған жету керек, соған дейін өсу керек, сол нәрсені үйрену керек деп санаймын. Енді мына жерде біз бір жағынан максимальный подробный енді үлкен таймфреймдерді көрсетіп отырмыз. Бұл жерде бірінші мақсат ол қанша жаман демесе де мына үлкен клиніміз бар. Сол клин отработкасы болу мүмкін деп, баға өседі әлі деп деген қандай технический надежда деп айтуға болады, не только эмоции. Ал бір жағынан қызыл сызықтармен 7000 деген страшный бір бағаларды көрсеткеніміз, ол напоминание о риск менеджменте. Егер бәрін салып осындай өсет, бүйтет, түстет деп, ол астыға кетіп қалса деген бір, қалай айтуға болады, бір предупреждение сияқты ма, бір ойға салып, бір біліп жүрдіңіздер деген сияқты, осындай болуы мүмкін деп. Сол рынок никогда бізде, мен бір жақсы тоже көп рынокта, ол еще фондовый рынокта жүрген бала, сол айтады, жоқ, қайда үстіге барам, астыға барам, үсті астын білмеймін, әйтеуір оң жаққа қарай баратын білемін дейді. Сол айтпақшы, ешқашан оны мынандай болжай алмаймыз. Бірақ ақырында осылай қарап отырып, новостьқа қарап, теханализға қарап, кішкене осындай өзімізге бір какой-то цель или осторожность, рисктарын белгілеп қойып қарап отыра аламыз. Сол. Жалпы достар, мынау қасымда отырған Жаслан бауырларыңыз, мен өзім бұрыннан жақсы танитын досым. Трейдингта орыстар айтады ғой, собака съел дейді ғой. Сол біз собака емес, бір-екі машина жеп тастаған сияқты.
кезінде өте үлкен суммаларды жоқ қылдық, өте үлкен суммаларды бар қылдық деген сияқты. Поэтому сол тәжірибемізбен болашақта осы жақын арада бірге бөліскелі жатырмыз. Мына фьючерс модулінде жалпы мына трейдингқа қатысты модульдердің бәрінде осы Жасұлан мырзамен екеуміз ары қарай жүргізіп отырамыз. Бұл ролигіміз енді бірінші ролигіміз болғандықпен соңғы емес. Жалпы осы бүгін бізде сөзі 25-ме сентябрьдің соңы, грубо говоря, сентябрьдің соңына біздің осындай нарыққа обзорымыз осындай болып отыр. Бұйырса жақын арада осындай обзорларды көбірек жасап отырамыз деп ойлаймын. Тек қана биткоинға қарамай, басқа да валюталарға жасап, ойларымызбен бөлісіп отыруға дайынбыз. Сол тыңдағандарыңызға, уақыттарыңызды бөлгендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Криптон, Біржан бауырларыңыз және Жасұлан. Сол назарларыңызға рахмет. Жақсы, Сау рахмет. саламатта болыңыздар, достар.